Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қалыптастырушы бағалауда қолданатын Kahoot веб-сервисі болып табылады. Енді өзіміздің кабинетімізге кіру үшін біз create.kahoot.it веб адресі арқылы кіру керекпіз. Енді осы жерде бізде тіркелу, Google немесе Microsoft аккаунттары арқылы кіру, немесе бізде алдын ала дайындалған e-mail менен құпия сөз арқылы кіруге мүмкіндік беріледі. Енді бұл бізде бірінші көруіміз болғандықтан sign up деген батырмашасына бассайық та, осы жерде біз қандай рөлді атқаратымызды туралы ақпарат беру керекпіз. Біз әрине teacher, яғни мұғалім ретінде таңдаймыз. Енді егер де сіздің Google аккаунтыңыз немесе Microsoft аккаунтыңыз болса, онда Gmail немесе Outlook пошталарыңыз арқылы кіруге болады. Бірақ та оңыз болмаған жағдайда кәдімгі e-mail арқылы тіркелейік. Енді осы жерде бізде мектебіміздің атын жазу керекпіз. Содан кейін сіз қай мекемеде жұмыс жасап жатқаныңыз жөнінде ақпарат қалдырасыз, яғни біз осы жерде мектепті талдайық. Енді осы жерде сіздің ник немесе сайттағы атыңыз, мысалы Ednova деп жазайық. Содан кейін осы жерде сіздің электронды поштаңыздың адресі және де құпия сөзді жасайсыз. Мысалы бізде содан кейін әрине де осы жерде тіркелу шарттары бойынша қоясыз және де join Kahoot деген батырмашасына басасыз да, өзіңіздің электронды поштаңыздың арқылы анда сізде арнайы сілтеме келеді, одан басасыз да. Енді логин деген батырмашамызға бассақ, мен мысалы осы жерде алдын ала құрастырылған e-mail арқылы кірем, алдын ала тіркелген. Енді өзіміздің кабинетімізге кірген кезімізде осы жерде бізде әртүрлі пландар бар. Мысалы біз таңдаймыз жай ғана Kahoot немесе Continue for free деген батырмасын басайық. Демек ол бізде тегін қолдану белгілейді. Міне бізде біздің бас тақтамыз. Осы жерде Discover деген сөз, ол басқа сіз сияқты қолданушылардың қолыңызбен құрастырылған Kahoot-тар болып табылады. Көбінесе әрине ағылшын тілінде, кейбір жағдайда қазақ және де орыс тілдерінде жасалған Kahoot-тар белгіленеді. Енді Kahoot дегенде бассаңыз, осы жерде сіз өзіңіз жасаған Kahoot-тардың тізімі шығады. Мысалы менің өзім құрастырған кейбір Kahoot-тардың өзі. Және де report дегеніміз ол сіздердің есептеріңіз. Мысалы Kahoot-ты ойнаған кезіңізде біздің оқушыларымыз жауап береді, содан кейін біз олардың қандай статистикада ойнағанымыз сақтауға болады. Мысалы оны сақтап қойдық Excel таблицасы арқылы, содан кейін оны қарауға болады. Енді бір Kahoot-ты жасап көрейік. Create деген үстінде жатқан батырмасын басайық. Және ең бірінші бізге қандай тапсырма түрін таңдауымыз керек екенін белгіленеді. Мысалы бізде көбінесе квиз дегенді қолданамыз. Create new деген батырмасын басайық. Енді осы жерде ең бірінші бізде осы Kahoot-тың атауын енгізу керекпіз. Мысалы бір осы Kahoot. Мысалы жаңа ғана айтқан біздің оқушылардың жауап берген пайыздары дұрыс және дұрыс емес сұрақтар мысалы. Содан кейін оқушылардың міне осы жерде олардың аттары беріледі. Так, әрі қарай жалғастырайық. Осы Kahoot видео үшін құрастырылған.
Енді осы жерде біз біздің кахутымыз үшін әртүрлі суреттерді қолдануға болады, немесе олардың кітапханасынан таңдауға болады. Мысалы осы бір суретті талдайық. Енді екінші бізде visible to деген батырмасымыз, ол кімге көрінетін жөнінде таңдаймыз. Яғни everyone, ол бізде кез келген адамға көрінеді. Енді тіліміз, мысалы бізде қазақ тілі бар ма бізде? GKL. Жоқ, қазақ тілі осы жерде берілмеген. Сіз орыс тілін мысалын таңдайық, және де біздің аудиенс деген кім үшін бұл кахут жасалған туралы біз әрине мектепті таңдаймыз. Және осы жерде, егер де YouTube-қа сіздің видеоңыз болса, осы кахут үшін біз видеоны қолдануға болады. Содан кейін OK Go батырмасын басайық та, енді осы жерде add question деген сілтемеге басып, біз кәдімгідей сұрақтарды жасай аламыз, құрастыра аламыз. Енді бірінші question деген сөз, ол өзіміздің сұрағымыз. Мысалы, Kahoot қандай сервис деген сұрақты жазайық. Осы жерде біздің жетпіміз ғаріпті ғана қолдануға болады, және де ең қызықтысы осы жерде жоғарғы индекс немесе төмен индекстерді қолдануға болады. Мысалы, формулалар жазған кезімізде, және де бізде әртүрлі грек және дандан басқа математикалық символдар берілген. Енді келесі бізде time limit, яғни уақыт, қанша уақыт біз осы сұраққа жібереміз. Мысалы, 30 секунд делік. Содан кейін осы жерде hour points, осы жауап берген сұрақ үшін бізге ұпайлар беріле ме, берілмейтін туралы таңдауға болады. Мысалы, енді осы жерде бізде 4 сұрақ берілген. Жауап кешіріңіз, 4 жауап берілген, және де мысалы бізде бірінші жауап, екінші жауап, үшінші жауап, және де төртінші жауап. Және де көріп отырғанымыздай, осы жерде де біз соның ғаріптің әртүрлі стильдерін таңдауға болады, және де жоғары немесе төменге индекстерін таңдап алуға болады. Енді осы батырмасын бассақ, галочканы бізде қандай жауап дұрыс екен талдауға болады. Содан кейін next батырмасын басайық та, мінекей біз енді бас мәзірге oraламыз. Содан кейін осы сияқты біз әртүрлі сұрақтарды қоюға болады. Әрине осы жерде бізде видеоны қоюға болады, немесе суреттерді. Кейбір кездерде біздің сұрақтарымыз суреттерді талап етеді. Сол себепті суреттерді қоюға болады. Save батырмасын бассақ, мінекей осы жерде бізде айтылады сақталған және де бастырылған. Мысалы 1. Енді осы edit it деген батырмасы арқылы біз соны қайтадан жасай аламыз. Preview it, біз оның алдын ала көрінісін. Play it деген батырмасын бассақ, біз оны ойнай аламыз. Және де share it, біз басқа адамдармен оның сілтемесін жіберуге болады. Әрине де play it батырмасын бассақ, осы жерде оның мысалы ойынның түрі белгіленеді. Классикалық, ол бізде бір мысалы девайс үшін бір оқушы ғана ойнайды, ал Timo дегенде бізде мысалы бір ноутбуктан немесе бір смартфоннан 2 немесе 3 кісі ойналатын болса, біз классикті таңдайық. Енді классикті бастаған кезімізде осы жерде бізде арнайы код шығады. Біраз аудиосын алып тастайық та. Міне бізде көріп отырғанымыздай 6 сымды код берілген. Енді қазір мен өзімнің ұялы телефонымнан осы кодты енгізу арқылы көре аламын. Және де оқушыларға сіз осыны көрсетсеңіз, оқушылар осы код арқылы сіздің ойыңызға кіре алады. Қазір мен өзімнің смартфонда осы кодты енгізем. 592-324.
Енді әрбір оқушы кіргеннен кейін, ол өзінің белгілі бір атын қояды.